Ултым өзбек болғаннан кейін сәл өзбекше уағыздар шығып қалатын еді аралығында. Сол Абдуллах Зуфар деген соның уағызын тыңдадым біраз. Бұл жихадты қолдайды, бұл радикал бұл. Әлеуметтік желіде өзбек тілді радикалды уақытшылар мемлекетінің дәріл күфір, яғни тағуттардың мемлекеті. Шамаң келгенше ислам мемлекетіне өтіп ал деген сияқты уағыздарды жасап жатыр. Мұхаммед ибн Абдуллахаттың кітабын кімде-кім оқыса, түбі дейді такфирист болса. Бүліктің басы ол саясиланудың уже шыңы деген сөз. Интернеттен ислам дініне қатысты ақпарат іздеген адамға бірінші кезекте деструктивті діни ағымдардың материалдары шығады. Форумдары, топтары да көп. Себебі сыртқы күштер таргет, яғни жарнамаға қыруар қаржы құяды. Сол арқылы ауқымды үгіт насихат таратады. Әлеуметтік желіде өзбек тілді радикалды уақытшылар жыл сайын, минут сайын, сағат сайын белсенділік танытып отыр. Яғни не дейді, Фейсбугі болсын, ТикТогі болсын, Телеграм болсын, Ютуб болсын, мысалы Ауғанстанда жүргені болсын, Вазиристанда жүргені болсын, Сирияда жүргені болсын, өзбек тілді радикалды уақытшылардың оннан асып кетті. Біраз азаматтар әлі де Сирия жерінде жүр. Мысалы Абу Салах болсын, Сирия жерінде, Түркия жерінде отырған Шайх Самарқанди болсын, Абдулла Зуфар болсын, оларды әлі күнге дейін мынау сенің өмір сүріп отырған мемлекетің дәріл күфір, яғни тағуттардың мемлекеті. Шамаң келгенше ислам мемлекетіне өтіп ал деген сияқты әртүрлі сипаттағы материалдарды, уағыздарды жасап жатыр. Технология дамыған заман, жеке смартфондарына кіреді, сол аталған өзбек тілді радикалды уағызшылардың бағасы иман, намаз, сира, әртүрлі уағыздарынан бастайды, соңында солардың ықпалына түсіп кетіп жатқан жағдай бар. Санаға сынақ қағу арқылы бүтінді бөлшектейтін бүлікшіл псевдо-уағызшылардың интернеттегі амал айласына арбалғандардың бірі Фазылжан Нигматов. Ол оңтүстік өңірдің тумасы. Фазылжан осыдан 8 жыл бұрын Кореяға мол табыс табу үшін аттанады. Бірақ рұқсат құжаты жоқ келемсекті кім құшақ жайып қарсы алсын. Жертөле жағалап, бұйырған асты талғажау етеді. Қиындықтар тығырыққа тірегенде жерлесіміз жұбанышты интернеттен іздеп кетеді. 2017 жылы Кореяға отбасыммен жұмыс істеуге бардым. Мақсатым өзіміз үйде аға інілерім көп болған үшін үй соғу мақсатына барғанмын Кореяға жұмыс істеуге. Сол жақта 1 жыл жұмыс істеп, үй соғып, әйел бала шағам жібердім үйге. Өзім тағы кішкентай істеп қайтамын деп. Сөйтіп өзім 7 ай болдым о жақта. Play Market'тен мен де намаз үйренемін деген парақша соны алып, кішкене жаттап үйреніп, соны бастадым. Сөйтіп сол Абу Ханифа мазхабы бойынша бұрын кішкентай оқып тастап кетіп, сондай жүргенбіз. Ұлтым өзбек болғаннан кейін сәл өзбекше уағыздар шығып қалатын еді аралығында. Сол Абдуллах Зуфар деген соның уағызын тыңдадым біраз. Әлеуметтік желіде Абдуллах Зуфар лақабатымен танылған псевдо-уағызшы Өзбекстан Республикасы Самарқанд облысында дүниеге келген. Шын аты жөні Зофир Ғафоров. Қазір таяу шығыста бой тасалап жүрген Қашқын халықаралық Катиба Таухид уал Джихад террористік ұйымына адал тартумен әлек. Бұл джихадты қолдайды, бұл радикал, бұл Кореяда жүрген бағана жеке парақшамда сол уағыздары тұрып, адамдар көріп, комментария жазып, сондай болған екен. Содан кейін
сол ұсталып сотталдым. Жаңағы адам тартуында бірінші сәләф сияқты дін түсінуіміз керек деген бар. Екіншіден Құран мен сүннатпен жүреміз дейді. Дәлел болу керек дейді. Кез келген көзқарас дәлелді болу керек. Үшінші таухид дейді бізде. Аллаға деген сенім, ақида деген нәрсе бізде дұрыс болу керек дейді. Ол ақидамыз біздің Құран мен сүннетке негізделу керек дейді. Төртінші, біз бидғат жасамаймыз дейді. Яғни біз жаңалық, дінге жаңалық еніп кеткен, қазір бұрмаланып кеткен, біз оның бәрін мойындамаймыз. Таза бидғат араласпаған дінді ұстанамыз дейді. Бұл төртінші. Бесінші, тақлид жасамаймыз дейді. Яғни соқыры ермейміз дейді. Белгілі бір мәзһаб ұстанып, соның көзқарасымен жүрмейміз дейді. Қайсысында дәлел мықты, біз соны аламыз деген 5 нәрсемен адам тартады. Ақыл жұмсамаймыз дейді. Құран мен сүннада қалай келді, біз солай қабылдаймыз дейді. Бұл ең қауіпті нәрсе. Бұл соқыр ерудің ең сорақы тәсілі. Зайырлы қоғамды айыптайтын Абдуллох Зуфар қарулы қақтығысты насихаттайды. Әлеуметтік қиындықтарды желеу етіп жұмаққа жеңіл жетудің жолын нұсқайды. Алайда өзі тасада қалып жалған бауырластық идеясына сенгендерді отқа тастайды. Әл-уәлә уәл-бара, Алла үшін жақсы көру, Алла үшін жек көру деген пункт бар. Бұл жерде олар жамағат болып біріктіретін қағида бұл. Пәтуа сұрайды ана жақтан. Сол кезде айтады, екі вариант ұсынады. Дінің үшін соғыс, жанкеш, жаныңды бересің дейді. Ал ол террорлық әрекетке итермелейді. Екіншісі, онда көшіп кетесің. Ғылымға қосқан жаңалықтары бар ма деген сұрақ қойылу керек. Тек қана теракты, соғысу, Даиштің құрамына кіру, елдің арасында отбасын біріне бүлікке шақыру, исламның ішінен жік шығарып отыр. Бірақ өздерінше таза нәрсені ұсынымыз деп отыр, бірақ оны қалай толтырып жатыр? Мәселе оны адамдар көп зерттей бермейді. Оның үшін адамда білім керек. Мұхаммед ибн Абдул Вахабтың идеологиялық қозғалысы негізінде құрылған неосәләфиттік, жалған сәләфиттік идеология. Үш негізі болсын, 4 қағидасы болсын, көптеген еңбектердің барлығында біздің мынау зайырлы мемлекеттің, яғни 130 ұлт, 18 конфессия, яғни көп ұлтты, көп дінді мемлекеттің талабына сай келмейтін, алауыздық туғызатын идеологиялар. Деструктивті ағым деген жоюшы ағым. Мысалы сәләфизм біздің салт дәстүрді жойып жатыр, анау бидғат, анау ширк харам деп жүр. Демек деструктивті ағым. Бұл өзбек тіліндегі бақта радикалды идеолог Абдуллох Зуфарға қатысты жарияланған ақпараттық бірлігі ғана. Көрші елдің билігі Зофир Ғафоров пен ұстазы Содик Самарканди жастарды терроризмге арбайтын басты қылмыскерлер деп айдай әлемге жария қылды. Және бұларға Интерпол желісі бойынша іздеу салынған. Демек сақтанғанды сақтайтын ақпарат көп. Бірақ сын тұрғысынан ойланбаған Фазылжан сыртқы деструктивті күштердің диверсиясына маталып, абақтыдан бірақ шықты. Оның әлеуметтік желідегі парақшасына сақтап жарияланған материал терроризмді насихаттауға бағытталған деген сараптама қорытындысы бар. Осы жаққа кеп, өзіміздің теологтар, молдалар кеп, ақидадан, фиқтан әртүрлі сабақтар өтіп, басында түсінбедім, кейін жайлап үйретті, жазып үйретті, былай үйретті, кейін түсініп, тура жолға түсіп, кейін қателігім мойындап, шынетмен өкініп, өзіміздің Қазақстанды жүрген, оқыған, білген, таныған, сондай молдаларын тыңдаңдар деп айтамын. Дұрыс емес ағымдағы, мысалы, қай жерде екенін ешкім білмейтін, кім екенін білмейтін, нені айтса соны тыңдап кете беретіндерін сәл ұзақта болыңдар деп айтамын. Үш ережені алады. Бірінші, құрмет пенен құлшылықтың ара жігін ажырата алмайды. Еш нәрседен қорықпа, өкіметтен қорықсаң не болады? Харам болады. Дінді жақсы оқымағандықтан, намаз оқымай тұрған, ораза тұтпаған адамды бірден не шығарады? Күпірлікке шығарады.
Абу Ханифа мазхабында уламаларымызда не дейді? Алиман иқрару билисан ва тасдиқу бил қалби бима жа бихи мин индиллахи Мухаммаду Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Иман деген тілмен айтып, жүрекпен сену, пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам келген бүкіл Құран сүннатқа. Осы адам, ол мұсылман. Әгер ол намаз оқымаса да, намаз оқымағанның бәрін күпірлікке шығару, ол өте үлкен қауіп нәрсе. Біреуді кәпір десе, шариғатта ол кәпір болмаса, ол айналып келіп, өзі діннен шығып қалады. Бұның барлығы бұл сауатсыздық пенен надандық. Дінімізде Құран-ы Кәрімде де Аллах Тағала бірігіңдер дейді, бөлініп кетпеңдер дейді. Бізге халыққа, бізге не керек? Біздің елге бірінші тыныштық керек, ынтымақ керек. Біз көп ұлтты, көп конфессиялы еліміз ғой. Сондықтан сол көп ұлттыға біз толерант сақтай білеміз. Ұлтты үйістіріп отырған бір құрылым болатын болса, ол мешіттің имамдары деп айтуға болады. Ұлттық кодқа біздің имамдар өте көп үлес қосып жатыр. Біз тек қана дінді ғана насихаттамаймыз, салт дәстүрімізді де насихаттаймыз. Біздің имамдарымыздың негізгі уағызының 50% десек те болады, мынау дәстүрге байланысты. Мына салт дәстүріміз бар, оның ішінде тарихымыз бар, ата-бабаларымыз жүріп өткен жолы бар. Міне осылардың өзін насихаттай отырып, міне қаншама пайда тигіп жатыр да. Абақтыда жергілікті теологтардың айтқан екетпей, жат идеологиядан арылған Фазылжан сот белгілеген жаза мерзімін өтеп, жақында бостандыққа шықты. Түрмеде жүргізілген дерадикализация жұмыстары оның қалыпты өмірге тез бейімделіп, өмірін қайта бастауға өз септігін тигізді. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мен атым Фазыл болады. Көкташта тұрамын. Соттан шыққанмын. Бүгінде кейіпкеріміз ауыл мешітінің тұрақты жамағаты. Имамдармен, жергілікті ақсақалдармен араласып, ауыл тұрғындары арасында бірлік пен ынтымаққа шақыратын істерге бір кісідей атсалысып жүр. Тура жолға түсіп келдік қой. Білдік қой бәрін. Атай сол жастарға айтатын, қойындар тыныш жөнінде. Телефонда әр нәрсені көре бермей, білім алған кезде мешітке келіп, кітаптан оқып, имамдардан сұрап, мына дұрыс па, дұрыс емес па деп. Ең дұрыс сол ғой. Қазір телефондан бірдеңе естесін, тағы сотталып кетесін. Өзіміздің дәстүріміз, дініміз, соны нақтылап үйреніп, сұрап, қатеге жол қоймауымыз керек. Бейбітшіліктен тыныштық деген ғой. Сол тыныштыққа жететін нәрсе жоқ қой. Тыныш өмір сүрген жететін нәрсе жоқ. Әр түрлі дін өкілдері бар, әр түрлі ұлттар бар. Біреуге жасу ете алмайсың, намаз оқы, анау істе, мынандай деп айта алмайсың. Әркімнің өзінің несі бар, құқығы бар өзі. Бүгінде оның бар зейіні отбасы мен балаларында. Солардың адам болып қалыптасып, қоғамның кетігіне кірпіш болып қалануын қалайды. Терроризм дейміз ба? Қазір ол 21-ші ғасырдың сондай бір қолмен ұстап болмайтын, немесе сумен шайып болмайтын сондай бір дерт болды ғой енді. Халыққа соны жеткізе алатын болсақ, біз жақсы бір иммунитет табиғатымызда қалыптастырған боламыз деп айтқан едім. Бір шайықтың сөзі бар екен. Қоғам қай уақытта реттеледі дейтін болса, жергілікті халықтың басшысы, әкім дейміз ба, немесе бір басшы, би дейміз ба, сол тіпті жамағат, яғни қоғам тіпті, одан кейін имам тіпті. Осы үш жақ бір жағадан бас шығарып, бір жеңілден қол шығаратын болса тіпті, иншалла ол жерде
өзінің жақсы бір жемісін береді деген екен. Қазіргі уақытта таңда жағдай тұрақты. Күнәсіне тәубе еткен адам күнә жасамаған адам секілді деген бар. Дәстүрлі діни ұстанымға оралып өмірін жаңа жолдан бастаған Фазылжанның да бүгіні кешегіден бөлек. Ол өзгелер де өз секілді адаспаса екен дейді. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген халық даналығын санаға тоқығанның пайдасы зор екеніне сенімді.